екеуің қонақ үйде келісіп алдыңдар ма шыныңды? Осы Дерзкий дарабоз екеуіңнің достығың жайлы бір айта кетші. Желкемізден сүйрелеп отырып үйде жатқан жерімізден алып кет. Қазекеңнің тарихын ақтарып қарасақ, батыр бабаларымыз жетерлі. Қазіргі заманда тепсе темір үзетін азаматтар бар ма деген сұрақтың өзі қате әлбетте. Заманауи батырлар бар, бірақ демеушісі жоқ. Қадірлі ағайын, бұл Дала ерлері YouTube жобасы. Мақсатымыз жас спортшыларды көрерменге таныту. Ассалаумағалейкум, амигос. Ардақты ағайын, бүгінгі біздің спикер Уштовинский Тайсон Аймұхамбетов. Қуат, ассалаумағалейкум, Қуат. Уағалейкум ассалам. Енді студиямызға қош келдің деп әлі айту бізге ерте, себебі каналдың демеушісі жоқ. Сол себепті де арнайы алтын уақытыңды бөліп келіскеніңе сұхбатқа көптен көп алғыс білдіреміз біріншіден. Енді бірден сұрақ, неге Уштовинский Тайсон? Уштовинский Тайсон деген себебім осы өзімнің жерімде, өзімнің енді тұрып жатқан жерімде осы болашақ осы жастарға кішкене мотивация болсын деп осылай Уштовинский Тайсон деп қойдым. Тайсон деген жаңағы өзіміздің легендарный Тайсон ғой. Тайсонға өзім өмірім кішкене ұқсас. Менде кішкене қарапайым отбасынан шыққанбыз барлығымыз. Сол Тайсонға еліктеп, Тайсон деп Уштовинді атын көтеріп қойсам ба деген ой болды. Тайсонға еліктеп, әйтеуір болмасаң да ұқсап бақ демекші, иә. Оның үстіне бір мақсатың өскен жердің атын шығару. Атын шығару ғой. Бәрекелді. Қуат, мен естуім бойынша сен бір емес, бірнеше лигаларда келісімшартта бар екенсің. Мысалы, соңғы жекпе-жегің Наматта өтсе, Рухта да келісімшарт бар дейді. Қаншалықты рас бұл әңгіме? Толығымен рас қой. Рухта да болсын, Наматта да болсын, кез келген лигада контракты береді. Жақсы боецтар таңдап алады, соған контрактта отыра беремін ғой. Ол жерде Рух болсын, Намат болсын, біздің қазақстанский лигалардан бастадық. Енді СНГ-ға ақырындап көшіп отырық. Соңғы жекпе-жекке келейікші, өкінішке қарай, жеңіліс таптың, бірақ комментарийларды ақтарып қарасақ, әділ өтпеді деген әңгімелер де болды, жоқ емес. Бірақ Ернарда осал азамат емес екен, 19 жастар жігіт, мықты бабында. Не айтасың осы жайында? Бұлар енді дайындық өте короткое давление дейді ғой, короткий уақытта шығарды бізді. Жаңағы 5-ақ күн қалғанда, 10 күн қалғанда айтты, 5 күннің ғана дайындалдым. Бірінші раунд, екінші раунд таза менікі болды. Екінші раундтың аяқ жағында оң қолым отказ беріп қалды. Екінші раундта? Екінші раундта отказ беріп қалды. Мен орнында басқа біреу болса қоя салушы еді сол жерде. Характер танып кішкене до конца бардым да, негіз бойды алып тұрмын мен. 100% оны халық айтып жатыр, барлығы айтып жатыр оны. Төрешілер кішкене әділетті болмады, әділеттілік болмай қалды. Жақсы, бір сөзіңде до конца деп қалдың ғой. Осы Дерзкий дарабоз екеуіңнің достығың жайлы бір айта кетші. Көп жерде айтпайсың достықтың тарихын. Дерзкий дарабоз енді ол енді біраз жыл болды, 4 жыл болып қалды дос болғанымызға. Жақсы араласасың ба? Өте жақсы, ақ көңіл жігіт, түрінен де көрініп тұр ғой. Жақында ғана рухфайтингта жеңіске жетті. Секундант болып, кішкене қасында поддержка болып, ол да жаңағы питакта жұмыс жасап, қарапайым жерлерде жұмыс жасап жүрген жігіт болған ғой. Енді осында RFC арқылы осындай жұлдызы жанып, халықтың любимчигі болды ғой қазір. Дұрыс, келсем. Айтқанда. RFC бар, Намат бар. Екеуі де мықты лига қазіргі таңда. Жастар өте жақсы, қаралымы мол. Әдемі ғой. Салыстырмалы түрде айтпай қойық, дегенмен де айырмашылықтарын атап өтсең осы RFC мен Наматтың. Намат деген өте профессиональный лига ғой. О жақта боксерлар, мастер спорталар, Азияны алып келген жігіттер. О жаққа көрінген адам кірмейді. Әрине. Мысалы, көшеде жүрген адамдар кіре алмайды да. Өте высокий уровеньде өтіп жатыр, барған сайын. Шоу жасайды кәдімгідей. Ал рухфайтингта олар блогерлар. Блогерлар көбінесе и профессионалдар да өсіп жатыр. Олар қазір развитие профессионалдарды көтеру да енді. Енді көтереді. Алла бұйырса енді рухфайтингта поисқа төбелесем. Бәрекелді, сәттілік болсын. Рахмет. Соңғы пресс-конференцияны көрдік әлеуметтік желіден. Ол да біраз талқыға түсті. Ануарбек мотиваторға келетін болсақ, Қуат. Осы жерде енді ашығын айту керек деп ойлаймын. Бүгінгі өзі мына жаңа жобаның да алғашқы тұсаукесер қонағы өзіңсің ғой. Келісіп Келісіп алдыңдар ма, шыныңды айтшы, әлде расымен де сондай оқиға болды ма?
жоқ, келісім деген ешқандай жоқ ол жерде. Ануарбектің келетінін де білмеймін мен ол жерде. Бастала салысымен, пресс-конференция бастала салысымен мен өзімнің стихамен бастадым, минуткаға любойын шақырдым. Ануарбек келді, өзім не ожидал ол. Келіп қалды да чабан деп айта салған ой ма? Енді ол жерде менен шықпай қалған қате болып кетті да ол. Қате болып кетті да сол жерде кішкене. Бірақ сен минуткаға шақырдың. Минуткаға шақырдым мен оны. Кеттік мен көресің ба дедім. Ол өзі шықпай қойды. А так сыйластығымыз бар, ол жерде ешқандай сценарий болған жоқ та. Арт жағынан әлеуметтік желіде көптеген видео тарады. Екеуің қонақ үйде кәдімгі достық қарым-қатынаспен, схваткаде, күрес, күш сынасып жатсыңдар да. Ол енді соны түсінбей қалдық енді. Менің күрес алмайтынымды білет та ол. Ойнап күрескенбіз ғой жерде негізінде. Неге сол жерде комнатада кеттік, кулачкамен кеттік деп, перчаткамен шыға салмады мен деймін да. Өзінің абыройын ойладым екен, білмеймін әйтеуір. Оны видео түсірет деп те ойлаған жоқпын негізі. Ата бәріміз бір қонақ үйде жаттық қой. Бір столда отырамыз, бір тамақ ішеміз ол. Бірақ енді Ануарбек мотиватор қазіргі таңда осы еліміздің номері бір трэш-токері дегенге сен келісесің бе? Келсем. Толығымен келсем. Негізі Қуат бастапқыда сен де трэш-токтан бастағансың, RFC-да, иә? Иә. Бетіме татуировка салып кішкене шоу жасап, кейіннен кейін адамдар татуировкадан емес, былай танығаным дұрыс деп ойладым да негізінде. Қайта-қайта салдыра бергеннен гөрі осылай осы қалпында трэш-ток жасап деген сияқты ғой. Қуат, енді қазір Алматы қаласында лигалардың барлығы өзің білесің. Сен Үштөбе қаласындасың, дұрыс қой? Иә, Үштөбе қаласында. Осы жердің тумасы, осы жердің тұрғыны. Енді қара, барып келу жолың бар, жасайтын жаттығу бар. Бір сөзбен айтқанда, осының барлығын қамтамасыз ететін бір демеушің бар ма қазіргі таңда? Өкінішке орай қазіргі таңда бізде осы Үштөбе қаласынан жоқтың қасы болып тұр ғой қазір. Осы уақытқа дейін 9 бой өткіздім ба, 9 бойында бірде-бір демеуші шыққан жоқ Үштөбе қаласынан именно. Жоқ, сонда мен түсінбегенім, мысалы ақжағалы азаматтардан, болмаса бір ағалар деген секілді келіп, ең болмаса жолыңды, ішетін жейтін тамағыңды, басқа да бір киім-кешек, спорттық бір демеу білдірейік деген болмады ма ұсыныстар? Жоқ. Себеп неде деп ойлайсың өз ойың? Себеп мені сырт көзден айтады, о, біздің Үштөбенский Тайсон, ойбай, бізден шықты деп ше. Әрине енді мақтануға тұрарлық. Иә, мақтануға тұрарлық, бойларымды көреді, жанкер болады ғой. Бірақ осы уақытқа дейін ағаларымыз келіп бүйтіп ойбай деп ондай ұсыныс әлі түспеді. Бірақ енді үмітсіз шайтан дейді ғой, алдағы уақытта бәлкім қадірлі ағайын демеуші боламын дейтін ақжағалы азаматтар болса, Қуат бауырымызға көмек қолын созасыздар деген ойдамыз. Сұхбатты жалғастырайық. Соңғы жекпе-жекке келсек, титулдық бойға бір ғана қадам қалған еді. Бір ғана қадам. Дайындықтың аздығы емес па, негізгі басты себебі осы? Жоқ, негізі 3-ші раунд қана беріп қойдым ғой негізі. Қол кішкене кладовый сет ұрып қойдым да. Шешкам кладовый сет ұрып қойдым да, қатам деп ойладым да. Сол кішкене қателік болды. Дайындалмасам да ұтып тұр екенмін негізі. Өз ойың? Өз ойым. Дайындалмасам да ұтты, халық көріп тұр ол. Кімнің ұтқанын, кімнің ұтылғанын көріп тұр ғой. Бірақ единогласный дегенінде ұят болып кетті мына жерден. Жақсы. Полный, сухой кетіп тұрсын деп тұр ғой маған. Ол енді вообще келіспейді. Бірақ сенің ойың 1 мен 2, сенікі 3-ті мойындайсың. 3-ті мойындаймын, қолдың кесірінен енді. Беріп қойдым мен 3-ті. Енді сол кездегі басты жекпе-жектердің бірі Айдос Әлім Жапарберген және Нұрғали атамыздың немересі Алмаз. Алмаз да төмен жақтың жігіті, өзің танитын шығарсың. Өте керемет, 5 раундтық сойған жекпе-жек болды. Өз ойың тең нәтиже деген әділ болды ма? Әділ болды, тең нәтиже деген. Бұл жерде мынандай ғой, сен чемпионмен шықсаң, чемпион сен бесспорно ұту керексің да. Вообще без шансов ұру керексің да. А сен былай равный бой болып қалса, сен уже өкінішке орай беріп жібереді да. Өйткені ол чемпион ғой, чемпионды сен даталы ұру керексің да. Бесспорно. Сол кезде сен аласың да. Жақсы, Қуат, мен бұған өз пікіріңді білейін деген ғой. Мен әлбетте сені түсінем. Сен Айдоспен де жақсы достық қарым-қатынастасың, Алмаспен де жақсы достық қарым-қатынастасың. Дегенмен де реванш дейді. Бұған көз қарасың. Екінің бірін таңдасаң, осы алдағы уақытта болатын реваншта титул кімге бұйырады деп ойлайсың өз ойың?
50-50 деп ойлаймын мен ойымша. Әзірге толық андай бой көрсетіп отқан жоқ та екеуі. Явный победа болып отқан жоқ та екеуінде. Егер Айдос пен Алмастың арасында реванш болса, бәлкім Ернар мен Қуатқа да тағы бір мүмкіндік беріле ма? Берілетін шығар, бірақ мен ақша жағынан кішкене, гонорар жағынан көбірек сұраймын екен. Енді ол жақта көрдім, таза тұрсам да бермей қойды ғой. Маған смысл жоқ сияқты, мен шығам, қайттан таза тұрсам, қайттан анаған беріп жүрсе, смысл жоқ сияқты. Онда гонорар алайын ба? Гонорар көбірек алайын ба? Так же. Дұрыс, еңбек бағалану керек дейсің ғой. Еңбек бағалану керек қой, мен шығам, анаған беріп жіберсе қайттан. Маған не толку деймін да оны. Иә. Ана Харумбазиев айтпақшы, денсаулықты рингте қалдырып кету оңай нәрсе емес жігіттер деген сияқты ғой. Конечно. Иә. Енді Қуат, өзің білесің, бізде бокстан мықты-мықты ұстаздар бар. Сұлтан ағайымызды айтсақ, Алмас ағамызды айтсақ, талай шәкірттерді тәрбиеледі. Өзің білесің, Балқашский тигр. Балқашский тигр жайлы айтсам, соңғы время сол анасы қайтыс болып кетті ғой. Балқашский тигр бауырымыздың, Ернат бауырымыздың. Көбісі Балқашский тигр дейді ғой енді. Өзім бала күннен бастап сол Сұлтан ағайда тәрбиеленіп өскенбіз ғой бәріміз. Бір залдан шыққанбыз. Ертуғаны бар, Мирасы бар, Нұржаны бар, бәріміз осы бір залдан, кішкентай ғана залдан, суық залдан кәдімгідей қыста куртка киіп алып дайындалатынбыз біз. Куртка киіп алып кәдімгідей Сұлтан ағай бізді ұрып тұрып кәдімгідей желкемізден сүйрелеп отырып үйде жатқан жерімізден алып келіп дайындады ғой бізді. Сол поколенияларымыз ғой біз. Бірақ қазір сол үшін алғыс айтасың. Сол үшін алғыс айтам Сұлтан ағайыма, осы мені осының бәрі, еңбектің бәрі осы қазір жемісін беріп жатыр. Біздің сол мықтылығымыздың арқасында осы RFC, Намат Шулату, RCC деген лига бар ғой Россияның. Әрине. Соларға барып өзіміздің школамызды, өзіміздің жаңағы үйренгеніміздің бәрін сол жаққа көрсетіп жатырмыз. Ана Ернат жайлы айтсақ, ол бауырымыз, анасы қайтыс болғалы бері кішкене әлі өз-өзіне келе алмай жатыр. Әрине, оңай жағдай емес. Оңай емес та. Тем более бойға екеуміз бір күнде шықтық. Бойға 1 сағат қалғанда ғой. Анасы өкінішке дүниеден өтіп кетті. Бірақ енді біздің ойымыз Иса Тандовскиймен реванш болады деген үміттеміз. Өзің қалай ойлайсың? Болады, әрине. Болады. Бірақ қазір Исаға соперник болмай тұр ғой. 70-те Наматта. Исаға деген көзқарасың, мойындайсың ба негізі тәжірибесін? Мойындадым енді. Мойындамасқа кімді? Қасымбайды, Мұратбек Қасымбайды өзі явно почти ұрды. Ернат тұрды. Енді қалай мойындамайсың? Мықтыны мықты деп мойындау керек қой. Бәрекелді Қуат, енді қазіргі таңда Үштөбе қаласындасың. Дайындық барысы мен естідім, үйде дайындалады деп. Бірақ өзіңнен сұрайын дедім. Негізгі Үштөбедегі бокс залдарда саған кішкене болса да мүмкіндік беретін шығар, осы жөнінде айтсаң. Қазір көп ауылдарда, біздің Қазақстанда ауылдарда спорт залдар көп салынып жатыр. Бірақ тренерлар өте аз. Тренерлардың айлықтары аз ба, мүмкін білмеймін. Тренерлар аз болғаннан кейін бізде Үштөбе қаласында, мен Үштөбе қаласында осы жерде дайындаламын да. Сбор өткенде Алматыға барам, өз қалтамнан, Талдықорғанға барам. Сонау сойыққа барып дайындалу керек болады. Өйткені ол жерде спарринг партнерлар бар кішкене. Тамаша, бәрекелді Қуат, енді біз өзіңнің дайындық барысында еңбектенетініңді, тер төгетініңді спорт залда бір көз жүгіртіп көргіміз келеді. Бүгінгі берген сұхбатқа көптен көп алғыс. Тіпті өз ойым, бәлкім екеуміз бір раунд спарринг көрсек пе дейміз. Енді сен білесің, мен тілшімін, сен спортшысың. Әрине. Жо, енді неге көрмеске? Қазір мен трамвайда жүрмін, сонда да көрейік. Жақсы, сәттілік маған да, саған да. Конечно. Қуат, енді сөз жоқ, бір раунд болса да, сені білмеймін, менің пора-пора терім шықты не болса да.
травма дейсің, негізі жақсы формада сияқтысың ғой. Әлде маған солай көрінді ма? жоқ, мен өзім сол недемін, пикімде тұра беремін любой время. Тамаша. Қуат, бокста білесің, джеб бар, кросс бар, апперкот. Негізі өзіңе сүйікті удар қайсысы? Сүйікті удар жәнегі тұрасың да, алдың ғой, печень, алдың ғой, печень. Бүйректен ғой. Тамаша. Киімдерді реттейік, спорт залға келмегелі қай заман негізі? Мынау енді менен атынан саған сыйлық. Алдында соңғы бойымда Намат лигасында шықтым. Соған үшін аз да болса көп тигер бауырым. Рахмет Қуатжан. Қадірлі Намат лигасының ұжымы, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осылай біздің батырларымызды әрқашан жарыққа шығарып жүргендеріңізге көптен көп алғыс. Қуат, алдағы уақыттағы жоспарыңмен бірінші бөлісе кетсең, қандай мәнсапта, спорттық мәнсабыңда ойлар бар, қадамдар бар? Бұйырса пояс салсам, алла бұйырса пояс салып, өзімнің жанкүйерлерімді бір қуантсам ба деген ой бар. Бәрекелді. Болашақта шетелде, СНГ-да, Таиландта, Дубайда хайп реалити шоу дейді. Иә, Таиландта сені реалитиға шақырды деп естідім, рас әңгіме ме? Иә, сол болашақта кішкене травмамнан, жарақатынан айығып, сол жаққа барып өнер көрсетсем бұйырса. Жақсы. Жастарға айтарың бар ма? Жас жалындап тұрған спортшыларға. Жастарға айтарым, тек қана қайтпау керек. Және айтады ғой, адам мотивациясы өмірде жоғары болу керек, мақсат болу керек, алға қойған әрекет ете білу керек. Диванда жатып, хейт жазбай, топқа пахать ету керек, және ізденіс керек та. Дұрыс айтасың. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істі бәрі бос. Қадірлі ағайын, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Дала ерлерін қолдап, каналға жазылып, подписка, лайк, дизлайк бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға сәттілік жолдас болсын.